Астанада бөлшек сауда салығы 4%-тен 3%-ке төмендеді. Демек, осы режиммен жұмыс істейтін кәсіпкерлер жылдың 1-тоқсанында төлеген салығының 1%-тік айырмасын қайтара алады. Қалалық мәслихаттың маусым айының соңында қабылдаған шешіміне сай бөлшек салықтың мөлшерлемесі енді былтырғыдай 3% деңгейінде болмақ. Жалпы арнаулы салық режимінің артықшылығы неде? Оны кімдер қолдана алады? Толығырақ келесі материалда. Жәмила Сәрсенбаева 2005 жылдан бері елордадағы перделер салонын басқарып келеді. 40-қа жуық адамды жұмыспен қамтыған кәсіпкердің үнемі қосымша құн салығын есептеумен басы қататын. Енді ол тамыздың 1-нен бастап бөлшек салық режиміне өтуді жөн көріпті. Так как мы работаем с частными лицами и жеке тұлғалармен де корпоративті тұтынушылармен де бірдей жұмыс істегендіктен біз үшін бөлшек сауда салығының режимі өте қолайлы. Өйткені жеке тұлғалармен жұмыс істесек 4% көлемінде салық төлеп, қосымша құн салығынан босатыламыз. Ал корпоративті клиенттеріміз үшін 12 емес 8% қана төлейміз. Яғни қосымша құн салығын төлейтіндей көлемнен артып кету қаупі жоқ. Арнаулы режим бойынша Жәмила Сәрсенбаева сияқты астаналық кәсіпкерлер енді 4 емес 3% көлемінде салық төлейді. Яғни әр бөлшек саудадан түскен таза кірістен салық осы мөлшерде алынады. бөлшек салығының мөлшерлемесін Астана қаласының мәслихатымен бекітіледі. 2023 жылдың 30 маусымындағы мәслихаттың шешіміне орай бөлшек салықтың мөлшерлемесі 4%-тен 3%-ке төмендетілді. 1%-тік мөлшерден артық төленген болса, 2-ші тоқсанға жатқызуына болады салық төлеуші, немесе оны салықтық өтініш арқылы қайтадан қайтарып алуына болады. Арнаулы салық режимінің шарттары қарапайым. 200-ге дейін жұмысшысы бар кәсіпорынның жылдық табысы 600 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 2,70,000 теңгеден аспауы тиіс. Автокөлік жөндеу, киім саудасы, жиһаз жасау, құрылыс жөндеу жұмыстары, қоғамдық тамақтану, жолаушылар тасымалы сияқты 190 қызмет түрі осы режимге енгізілген. Вообще розничный налог. Негізі үкіметтің бөлшек салық режимін қабылдауы кәсіпкерлер үшін үлкен қолдау болды. Бұрын кәсіпкерлер не істейтін? Бизнесін оңтайландыру мақсатында әртүрлі адамның атына жеке кәсіпкерлік нысанын тіркеп, салықтық жүктемені азайтатын. Осылайша қосымша құн салығының шекті межесінен асырмауға тырысатын. Өйткені салықтың бұл түрі оларға ауырлау тиеді. Міне, бұндай схемадан кету үшін бөлшек салық режимін енгізгені құптарлық іс болды. Жалпы Астана қаласы бойынша осындай арнаулы салық режимін қолданатын 1172 кәсіпкер бар. Соның ішіндегі 3-тен 1 бөлігінен ғана биыл алғашқы тоқсанда 833 миллион теңге көлемінде салық түскен. Ал 2022 жылдың қорытындысы бойынша салықтың осы түрінен бюджетке 3 миллиард теңгеге жуық кіріс келген еді. Бақтоптаева, Дархан Күнтуов, Марат Ихамбаев, Хабар 24.